Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мастер-классымызды бастайтын боламыз. Осындай өте әдемі және де дәмді болып шығатын восточный пирогтан бастаймыз. Ыдысымызға ерітілген майымызды, қантымызды және жұмыртқамызды салып біріккенше араластырамыз. Одан кейін ұнды 3 бөліп саласыздар ғой. Осылайынан разлихитель қосып, ұнға обязательно араластырыңыздар. Осылайынан қамыр илейміз. Қамырымыз осындай жұмсақ болу керек. 28-ші формамен де және де 24-ші формаға да болады. Осылайынан қамырымызды жайып, вилкамен тесіп шығамыз, көтеріліп кетпес үшін. Одан кейін кептірілген өрігімізді салып, кешімішімізді осылайынан салып шығамыз. Видеода андай салып шығасыздар ғой. Барлығын жайып, біркелкі қылып аламыз. Одан кейін жаңғағымызды саламыз, грецкий жаңғақ. Барлығын осылай біркелкі қылып, алдымен дайындап аламыз, қазір сгущенка құйғанға. Біркелкі болғаннан кейін міндетті түрде жақсы сапалы сгущенка құямыз. Мен дегенде қойсаңыздар болады, піскен кезде беті жақсы болып піседі. Ал егер де сапасыз сгущенка қолдансаңыздар, дұрыс беті қатпайды. Менде любимый деген сгущенка молоко деп тұрады сыртында. Осылайынан құйып алғаннан кейін барлығын құямыз бір банкының. Одан кейін өстіп жайып біркелкі қыламыз. Лопатканың көмегімен біркелкі қылып алғаннан кейін әбден біркелкі 180 градуста қызып тұрған пешімізге салып 30-35 минутта пісіреміз. Осындай әп-әдемі болып қоңырқай болған кезде аламыз. Өте дәмді болып шығады және де беті осындай болады. Осылайынан формадан шешу үшін алдымен пышақпен кішкене өстіп жылжытып аласыздар. Одан кейін бар формадан шешеміз. Күнделікті тапсырысқа жасай берсеңіздер болады және де күнделікті сатылымға өткізсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Істеріңізге сәттілік.